Арық содан шабылмай жатыр. Елдің берекесі кетіп жатыр. Қалай айтсақ болады, өзі бандиттік топ дейміз ба, сондай топтар пайда болып, қазір қазып жатыр, білесіздер. Жер-жерде оған қарсы халық шығып жатыр. Заң орындарынан да ешқандай көмек жоқ, әкімшіліктен де көмек жоқ. Басқа да жағдайға баруға тура келеді, өздеріңіз біліп отырсыздар. Мысалы, жол жабу мәселесі, болмаса басқа мәселе, бұны ашық айтуға тура келіп тұр. Былайша айтқанда рейдерство болып тұр ғой енді бұл жерде, сөздің ашығы. Бұрыннан келатқан өзен ағысын өзгертуге рұқсатнама алып қойған екен. Оны қаяқтан қалай алғанын білмейміз енді. Бұл жер таза төмен қазса негізі бір шикілік бар бұл жерде. Акиматтың өзінде қолында құзырында жоқ, ол істеп жатқан нәрсені заңсыз біз тоқтата алмаймыз. Біз алтын қазуға, жерді бұзуға қарсымыз. Түркістан облысының Түлкібас ауданындағы Қайыршақты ауылының тұрғындары мен жеке кәсіпкер арасында дау туды. Оған себеп кәсіпкердің алтын қазу мақсатында өзеннің арнасын бұруы, жайылымдық жерді қазуы. Мұндағы жұрттың күнделікті тіршілігі егіншілік пен мал шаруашылығы, бау-бақша суару жұмыстары сол өзенге тікелей байланған. Алайда кейінгі жылдары ауыл маңындағы жерді жеке кәсіпкерлер қоршап алып, қазба жұмыстарын жүргізе бастағалы бері жағдай қиындап кеткен көрінеді. Ауыл тұрғындары алтын барлау жұмыстары жүргізіліп жатқан аумақта өзен арнасы лайланып кеткенін айтады. Бұдан бөлек жайылымдық жердің қазылып терең орға айналғанына алаңдайды. Халықпен ақылдаспай өзен арнасын бұрғанға налиды. Ал жергілікті әкімдік бұдан хабардар болғанымен мәселе шешілмеген. Жас алаш Шымкент маңындағы таулы аймақта орналасқан ауылға барып, тұрғындардың жанайқайын тыңдап көрді. Сусыз отырмыз. Көп адам осының салдарынан ауылда егіс екпейді қазір. Дұрыс айтасыз. Ешкім екпейді. Қайтпай кетті. Осында лайқа келеді, жердің бәрін ысырап тастайды. Арық содан шабылмай жатыр. Елдің берекесі кетіп жатыр. Мал жайлы уже неғып жатыр. Қарағаштың өтік соғысып қазатын болса, мына елге зияны өте көп деді. Оның ішінде сынап бар, алюминий, зияны нәрселер көп өзі. Балалар шомыламайды қазір міне. Жас балалар. Анау арысқа барып шығады осында. Бұрын өседе шомылып жүрген. Осы жағдай осы. Ауыл тұрғындарының тағы бірі бұл жағдайды бір ауылдың ғана мәселесі емес, ел бойынша жиілеп бара жатқан құбылыс деп бағалайды. Оның сөзінше, кейінгі уақытта әр өңірде жердің қазба байлығын игеруге келген компаниялар мен жергілікті халық арасында дау көбейген. Білесіздер, мынау қазір Абай облысы және де басқа облыстарда алтын мәселесіне байланысты жер қазу, жаңа жер астындағы қазба байлықтарды қазып, жаңағы үкімет емес, мемлекет емес, мына жеке кәсіпкерлер, болмаса бір қалай айтсақ болады, өзі бандиттік топ дейміз ба, сондай топтар пайда болып, қазір қазып жатыр, білесіздер. Жер-жерде оған қарсы халық шығып жатыр. Мына біздің облыста да, біздің ауданымызда да, мына біздің ауылымызда да осындай жағдай болып, сіздерге бүкіл халыққа, елге көмек ретінде, халыққа жария болсын деп, бүгін міне осындай жағдайда жиналып отырмыз. Бүкіл елден біздің сұрайтын көмегіміз. Аудан облысына бардық, аудан облысының жиналысына бардық. Міне ақсақалдар, би алқалары, ауылдың азаматтары, кәсіпкерлер бәріміз жиналып бардық. Ешқандай бұдан нәтиже жоқ. Сөзіңізді бөлейін, аудан басшылығы не деп жауап берді? Аудан басшылығы жоямыз, үйтеміз, тоқтатамыз, техникаларын бәрін алып кетеміз деп бізге сөз берген. Мысалы, мына кісілердің бәрі бар ғой. Ешқандай нәтиже болмады. Тек барып жаңағыдай визуальный дейді ғой, көріп қайтамыз, түсіріп қайтамыз. Жаңа практикалық хаттама толтырылады. Бұл жаңа облысқа беріледі, бірақ ешқандай нәтиже жоқ. Сөздің ашығы, заң орындарынан да ешқандай көмек жоқ, әкімшіліктен де көмек жоқ. Бәрі жасаймыз, міне жазылды, хаттама толтырылды, облысқа берілді, республикаға берілді дейді, ешқандай нәтиже жоқ. Өкінішке орай. Жауап жоқ, ешқандай бір келіп бізге міне осындай болып жатыр деп жауабын да беріп жатқан жоқ. Амал жоқ, қарапайым халық өзіміз жиналамыз, бізден ешқандай мысалы қауқарымыз жоқ қой, қарапайым халық болғаннан кейін. Заң орны, өкімет орны қолданбағаннан кейін осындай жағдай болып, мысалы қазір енді 4-ші билік дейді, бұқаралық ақпарат құралдарын шақырып алып, осындай дәрежеге жетіп отырмыз енді. Егер бұл мәселемен тоқтамайтын болып, бұл мәселемен біз тоқтатамайтын болсақ, басқа да жағдайға баруға тура келеді, өздеріңіз біліп отырсыздар. Мысалы, жол жабу мәселесі, болмаса басқа мәселе, бұны ашық айтуға тура келіп тұр. Жер астындағы бүкіл қазба байлықты жаңағыдай ол лицензиямыз бар деп айтады. Қазып жатыр, соған қазғанына байланысты ауылда тұрғаннан кейін білесіздер, мал жайылымы бар, шөп орақ бар, егін егеміз. Сол таудан келетін сумен жаңа бау-бақшамыз суғарамыз, оған балалар шомылады дегендей. Бүкіл нәрсе осының бәрі тоқтап, қазір мысалы ауылға зиянын беріп отыр.
Өзіміздің ата бабамыздың жатқан жері бар, жайлауы бар. Сол жерге бізді баруға мүмкіншілік болмай тұр. Барлық жерді жаңа жеке кәсіпкерлер қоршап алған. Былайша айтқанда рейдерство болып тұр ғой енді бұл жерде, сөздің ашығы. Қайыршақты ауылының тағы бір тұрғыны Дулат өзін шағын кәсіпкер ретінде таныстырды. Ол мал өсірумен айналысатынын, мал бағу үшін жер қажет екенін айтады. Бұған дейін ауыл тұрғындарының малы жайылсын деген уәжбен осы аумақта жүрген кәсіпкерлер көшірілген. Алайда кейін олардың орнына келгендер жерді қазып қопара бастаған. Түптеп келгенде жайылымның игілігін халық көрмей отыр дейді ашынған тұрғындар. Осы ауылдың кішігірім кәсіпкермін мен де негізі. Мемлекеттен кезінде субсидия алып, мал бағып, малмен айналысып отқанбыз. Енді малмен айналысып отқаннан кейін бізге де жер керек, үйту керек, бүйту керек, халықтың жайылымы деді. Алдында бізді малымызды сыйдырмай ары қарай көшірген ашығы негізі. Бұл жерге халықтың малы, общий мал жайылады, жеке меншіктер жайылмайды деген, жеке кәсіпкерлерге. Енді біз кеттік, жарайды деп. Енді басқа жақтан кәсіпкерлер келеді да жерімізді төңкеріп тастайды. Оларға рұқсат берілген, аудан көлемінде беріліп қойған екен экология. Одан кейін Арыс Сырдария дей ма, қаяқтан шыққанын еген білмеймін, бірақ сояқтан өзіміздің бұрыннан келе жатқан өзен ағысын өзгертуге рұқсатнама алып қойған екен. Оны қаяқтан қалай алғанын білмейміз енді. Бұл жер таза төмен қазса негізі бір шикілік бар бұл жерде. Одан кейін өзіміздің ауыл әкімшілігі де бұл шараға ештеңе істей алмай жатыр. Олардың құзыреттілігі жетпейді, аудан көлемінде де жетпейді. Бұл жерге тек қана республика көлемінде шықпаса, бұл мәселе тоқтамайды. Біріншіден, екіншіден заңсыз жердің бәрін төңкеріп тастаған. Ол жерге барсаңыздар көруге болады. Не мал жүре алмайды, не адам баласы жүре алмайды ол жерден. Өзеніміз жақында құриды. Егер де қаза берсе. Бұның тек қана шешімі ел болып көтерілсек біз, ол республикаға жетсе, немесе президентімізге жетсе, сол тараптан тоқтамаса, басқа тарап бұл жерде көмектесе алмайды бізге. Қайыршақтыда кен барлау жұмысымен айналысып жатқан компания Кен өзен деп аталады. Ашық дерек көздерге қарағанда аталған кәсіпорын бұдан 3 жыл бұрын тіркеуден өткен. Оның жалғыз құрылтайшысы әрі директоры Сержан Қонысбаев, яғни компанияны басқаруда меншік құқығы да бір адамның қолында. Негізгі қызмет бағыты ретінде тау-кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді игеру деп көрсетілген. Кен өзен компаниясының басшысы Сержан Қонысбаевпен де тілдестік. Біз оған тұрғындардың шағымын жеткіздік. Кәсіпкер бізбен кездескісі келетінін, барлық мәселені кездескенде ғана айтып беретінін жеткізді. Міне біздің басты мәселеміз осы нәрсені тоқтату, осындай нәрселердің бәрі ар жақта да қазір көрерсіздер. Барлығын осындай ар шетін бәрін егер болған үндемей жаңағыдай тоқтау салмаса, мына жақтың бәрін, судың жағасын бәрін, осы тоғайдың бәрін осындай қазып тастайды. Осы судың деңгейі осындай да бұл жерде. Бір қанша квадрат екенін білмеймін, әжептәуір бір 6000-7000 квадраттай жер осындай. Соның бәрін, егер не қылмаса, бұны тоқтату болмаса, осындай катастрофа болады, табиғи апат. Яғни осы бүкіл халықтың шулап отқандардың бәрі осы ғой. Мына біздің Қайыршақты мекеніміз, мына бірінші атар дейтін жеріміз, мына Қайыршақты өзені осымен ағатын мынамен. Осы Қайыршақты өзені ана жаққа қарай бұрды судың арнасын. Сосын мына жерден гравер дейді ғой енді. Осы тасымызды алып, анау сайға барып, сайды толтырып, накопить етіп жинап жатыр. Ана сайға. Оны бір не мақсатпен жинап жатқанын енді қысқа жуайын деп жатыр ма, дайындап жатыр осы жууға, алтында жууға. Мына әдем табиғатымызды бұзып жатыр. Біраз жердің ертең мал, біз мал жайылымыз халықтың осы бәрін құртып жатыр ғой. Анау арық дәу канал қазып тастады. Осы каналға мал түссе шыға алмайды. 5-6 метр тереңдікке қазып тастады. Халықтың малы түссе одан шығара алмаймыз малды. Малшылар жалбы қатты айтып жатыр малшыларымыз. Яқа мал баға алмай қалдық. Әкесек малымыз түсіп кетеді деп жатыр. Өзенді мына өшермен бұрдым мына қазып. Ана жерде өшердің ауылды малшылар отқан мына қоралар істеп қойған көріп тұрмын мына қораларды. Осы жердегі жатқан азаматтарға bu yerden кетіндер деп қоқанлық көрсетіп жатыр екен. Өткенде ана жерде бір келгенімізде жолымызды да жауып тастаған. Сонымен жолымызды аш десек, бізге қайқа барсаңдар, ұяқа бар, біз қазамыз бұяқты деп бізге сондай жауаптарын айтып жатыр. Сержан деген азамат пен Рахымжан деген азамат. Жас Алаш Арыс ауылдық округі әкімшілігінің жер маманы Ғани Сыбанбаевпен де тілдесті. Оның айтуынша аудан әкімінің жеке қабылдауында болған тұрғындар бұл мәселені көтерген. Сонымен қатар бұл жағдай аудан әкімінің округ тұрғындарына берген есебінде де айтылған.
Содан кейін жергілікті атқа мінерлерге даулы жерге барып зерделеу жұмысын жүргізу тапсырылған. Округ мамандары ауыл ардагерлерімен бірге жайылымға барған. Алайда кәсіпкер бұл жерді өздеріне тиесілі аумақ деп көрсетіп, рұқсатсыз кіргендерге заң аясында шара қолданатынын айтқан. Тұрғындар алдында берген есебінде де бізге ондай ешқандай құзыретіміз жүрмейді. Ол ненің алтын қазып жатқандардың құжаттарын тексеруге деді. Тек облыстық басқармада өндірістік басқарма деген бар екен. Солар заңдылығын қарайды, солар разрешение береді деп жауап берген болатын. Халық жиналғанын естіген соң ауылға Түлкібас ауданы әкімінің орынбасары Ғани Құрманбай да келді. Біз одан да мәселенің мән-жайын сұрадық. Ғани Құрманбай қазба жұмыстарын жүргізген 2 компания министрліктен рұқсат алғанын алға тартты. Алайда Қайыршақты өзенінде алтын барлау жұмыстары бойынша қоғамдық тыңдау болмағанын да мәлімдеді. Яғни өзенде барлау жұмысын жүргізу үшін кәсіпкер тұрғындардың келісімін алмаған. Алдында алған лицензиялар бойынша бұл ауылдық округқа қатысы жоқ, ол Балықшы ауылдық округында болатын. Өйткені ол жерде кең, тар, Қайыршақты өзені бар. Ол алдындағы қазғандар кең мен тар өзенінің боятын. Қазір енді Қайыршақтыға деп осындай халық айтқаннан кейін, қазіргі кезде сол жұмыстарды, міне қазір құқық қорғау органдарының бәрі келіп отыр. Сол жұмыстарды өздері, әрқайсысы өздерінің функциясына байланысты жұмыс жасайды. Енді Ғани мырза, енді ауылдық округы өзі өткізе береді дедіңіз ғой қоғамдық тыңдауды. Егер алдағы уақытта ауылдық округы қоғамдық тыңдауды ұйымдастырып, осында келіп отырған халықтар қарсымыз десе, аудан әкімдігі бұл кен орнын жабуға құқы бар ма? Жоқ, аудан әкімінің ондай құқы жоқ. Ол тек қана министрлікпен шешетін не ма бұл? Иә. Өйткені лицензияны сол береді ғой. Мысалы, осындай кен орындарына, басқа нәрселерге сол министрлік береді. Ал кейбір нәрселер бар, облыстық өнеркәсіп басқармасы беретіндей нелер. Лицензия алу үшін бірінші халыққа келеді. Алдын ала келіп, объявление жасап, халықпен сөйлеседі. Одан кейін протокол болғаннан кейін ары қарап сол жаққа құжаттарын өткізеді. Сол үшін әртүрлі, мысалы, кейбір жерлерде болады, енді мына жерде бір 20-30 адам азамат келіп отыр ғой. Ол жерде басым болып кетсе, уже әртүрлі жағдай болады. Біз тікелей барып, акиматтың өзінде қолында құзырында жоқ, ол істеп жатқан нәрсені заңсыз біз тоқтата алмаймыз. Біз ары қарап сол тиісті органдарға жолдаймыз. Қайыршақты тұрғындары кездесу соңында президент Қасым-Жомарт Тоқаевқа үндеу жолдады. Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырза, біз Түркістан облысы Түлкібас ауданы Керейіт ауыл тұрғындары амалдың жоғынан сізге үндеу жолдаймыз. Себебі жеке кәсіпкер ауылымызда заңсыз кен өндірісі алтын қазуына байланысты тұрғындар жапа шегіп отыр. Ауыл, облыс бұл мәселеге келгенде қауқарсыз. Халық бірнеше рет арызын жолдады, алайда мәселе шешілген жоқ. Кәсіпкер Сержан Қонысбайұлы жайылымдық жерді бөліп алып, алтын қазуына мынандай зардап шегіп отырмыз. Біріншіден, ауылға келетін су арнасын кәсіпкер халықпен ақылдаспай, арнаны өзгерткен. Екіншіден, халық жайылымдық жерден айырылды. Ауылға су лайланып келіп жатыр. Ол өзенге де, малдарға да, елімізге де, елге де, жерге де зардабын шеккізіп отыр. Жерді ені 1,5 метрдей, тереңдігі 3-4 метрдей қылып қазып тастаған. Ол малға да, адамға да өте қауіпті болып тұр. Құрметті президент мырза, сіз өзіңіздің жолдауыңызда еститін үкімет жайлы айттыңыз. Бірақ Түлкібас ауылының тұрғындары біз еститін үкіметті көрмей отырмыз. Сондықтан өзіңіз осы мәселені құзыретті мекемелердің тексеріс жұмыстарын жүргізіп, шешілуін қадағалауыңызды сұранамыз. Ауыл тұрғындары ашынғаннан сізге үндеу жолдаймыз. Біз алтын қазуға, жерді бұзуға қарсымыз.